Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қуыршақ театры. Сабағымыздың мақсаты: тақырыбы ұқсас, ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін әңгімелеу, сипаттау, талқылау құрылымын салыстыра талдау. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдана білу. Бағалау критерийлері: бірінші, жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Екінші, сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. Үшінші, мәтіндегі ақпаратты өмірмен байланыстырады. Балалар, суреттерге назар аударып қараңыздаршы. Не көріп тұрсыздар? Қандай ой түйесіздер? Әрине, бұл қуыршақ театры. Қуыршақ театры 1935 жылы Алматы қаласында құрылған. Театрдың құрылуы Сейфулла Телғараев пен Олег Гасюк есімдерімен тығыз байланысты. Қуыршақ театр жөнінде алғашқы деректер Аристотель, Геродот, Ксенофонт, Апулей еңбектерінде кездеседі. Қазақ жерінде қуыршақ театры ұлттық ойындардан бастау алған. Ертеден келе жатқан ортеке ойыны осының айқын дәлелі. Қуыршақ бейнесіне әртістің оны қимылмен келтіру тәсіліне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Кигізілмелі, қолғап киіп ойнайтын, сым арқылы қозғалатын, жіп арқылы жүретін, көлеңке арқылы көрсетілетін. Театр мерекелік және қызықты ойындарға толы. Балаларға теңдесі жоқ, зор қуаныш әкелетіні сөзсіз. Балалар әлемі ең көңілді, ең шынайы әлем. Ал қоғам осындай тазалыққа құмар. Бірінші тапсырма: ой қозғау әдісін пайдаланып, мәтінді оқып, тақырыбын, түрін әңгімелеу, сипаттау, талқылау құрылымын анықтаңдар. Бірінші, қазақ жерінде қуыршақ театры болды дегенге қандай дәлел келтіресіңдер? Екінші, қуыршақ театр жайындағы тұңғыш жазба мұра қай елде сақталған? Үшінші, өмірлік мәңгілік құндылықтар деп автор нені меңзейді? Екінші тапсырма: конверт сұрақ әдісі бойынша топтарға конверттер таратылады. Бірінші, мәтіндер қандай стильде жазылған? Екінші, мәтіндердегі басты тірек сөздерді табыңдар. Үшінші, мәтіндерге нақтырақ тақырып таңдаңдар. Төртінші, мәтіндердегі маңызды сөйлемдерді анықтаңдар. Үшінші тапсырма: еркін жазу әдіс тәсілі бойынша бауырсақ ертегісінің желісімен диалогқа құрылған әр топ 2-3 сөйлемнен жай сөйлемнің түрлерін қолданып, шағын ертегі құрастырып жазады. Ертегідегі жай сөйлемнің түрлерін ажыратып, кестеге белгілейді. Төртінші тапсырма: сызбаға қарап, ұлттық құндылықтар тәрбиенің түп қазығы тақырыбында сұхбат құрыңдар.
ұлттық құндылықтар: діл, салт дәстүр, рухани бастаулар, ана тілі, мәдениет, тарих. Бесінші тапсырма: қойылымды тамашалаңдар. Ертеде орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қоянның үйшігі ағаштан жасалған екен. Көктем келіп күн жылына бастағанда түлкінің үйшігі еріп кетіпті. Бойы мұздаған түлкі қоянға келеді. Қоян, мені үйшігіңе кіргізші, жылынып алайын. Қу түлкі осылайша аңқау қоянның үйшігіне кіріп алыпты. Қоянды бірақ үйшігінен қуып шығады. Осы кезде қоян жолда жылап келе жатыр. Енді қайда барам? Қонар жерім де жоқ. Алдынан: Қоян, неге жылайсың? Қоян болса: неге жыламай? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылағаш үйімді тартып алды емес пе? Ит болса: жылама қоян, жүр екеуміз түлкіге барайық деп, қоянды ертіп түлкіге жөнеледі. Әй түлкі, шық бері, қайдасың? Сол кезде түлкі: шықпаймын, мен шықсам сендерге қазір жақсы болмайды. Түлкінің дауысын естіген ит қашып кетеді. Қоян енді қайттым деп тағы да жылай бастайды. Сол кезде алдынан аю шығады. Қоян-ау, не болды саған? Неге сонша жылайсың? Жыламағанда қайтейін? Түлкінің мұз үйі еріп, менің жылағаш үйімді тартып алды. Сол кезде аю: Жылама қоян, жүр. Әй түлкі, шық бері, қоянның үйін босат қане. Сол кезде түлкі: шықпаймын дедім. Мен сендерге шықсам қазір жақсы болмайды. Одан да сау тұрған кездерінде кетіңдер бұл жерден. Дауысын естіген аю шошып қашып кетеді. Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастайды. Сол кезде алдынан әтеш шығып: Кукареку! Қоян, неге жылап отырсың? Жыламағанда қайтейін? Түлкінің мұз үйі еріп, менің жылағаш үйімді тартып алды. Жылама қоян, жүр екеуміз түлкіге барайық. Жоқ, әтеш, оны сен қуып шыға алмайсың. Ит те қуды қуалмады, аю қуды қуалмады. Енді сен де оны қуалмайсың. Жоқ қоян, олай деме, жүр, мен сенің үйіңді алуға көмектесемін. Әтеш пен қоян үйшікке келеді. Әтеш әндете айғайлай бастайды: шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны распен шабамын. Түлкі қорқып кетіп: қазір шығамын, тоңымды киіп жатырмын деп, қоянның үйшігінен қаша жөнеледі. Сөйтіп, қоян батыр әтештің көмегімен қайтадан өзінің үйінде тұра бастайды. Осылайша қоян әтешке алғысын білдіріп, аралары үзілместей дос болып кетеді. Олай болса, балалар, бойымызды сергітіп алайық. Тез отырамыз. Шеңбер жасап жүреміз, тез отыра қалайық. Шабамыз. Шеңбер жасап шабамыз, тез отыра қалайық. Тыныш, аяқтың ұшымен жүреміз.
тыныш қана жүреміз, аяқтың ұшымен тез отыра қалайық. Ұйқым келіп кетті ғой. Ұйқы, бәріміз ұйықтап қалдық. Тұрыңдар балалар, қоян сияқты секіреміз. Шеңбер жасап секіреміз, топ секіреміз, тез отыра қалайық. Кері байланыс 3-2-1 стратегиясы бойынша бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпаратты, бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспектіні, бүгінгі сабақта ұнаған бір іс-әрекетті анықтаңдар. Үйге тапсырма. 7-ші тапсырма 213-ші бет. Мәтіндегі пікірді негізге алып, аргументативті есе жазып келесіңдер. Бағалау пирамидасы арқылы оқушылар өзін өзі бағалайды. Стикерге есімін жазып, пирамидаға жапсырады. Театр әнін орындаумен сабақ аяқталады.